Нұр Отан партиясы Түркістан облысы филиалының ұйымдастыруымен және жергілікті біздің жастар орталығы бар, Жас Отан ұйымы бар, барлығын бірлесе отырып, осы Жас Түркістан атты бір еріктілер қозғалысын қазіргі уақытта ұйымдастырып отырмыз. Соның нәтижесінде Түркістан облысында осы пандемияға қарсы бір 2 жобаны қолға алдық. Оның біріншісі өмір жобасы деп аталады. Мұнда осы ауруханаларға осы облыс көлеміндегі оттегі аппаратын жеткізу мәселесімен айналысатын боламыз. Және екінші жобамыз бұл Шипа деп аталады. Қазір енді білесіздер, дәрі-дәрмек тапшылығы бар. Сондықтан да біз осы Шипа жобасы арқылы әлеуметтік жағдайы аз, көп балалы отбасыларға, осында сырқаттанып отқан отбасыларға осы Шипа қобдишасын біз тегін ұсынатын боламыз.